Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстан аман шығып, көктемде күн жылған кезде барлығымыз ең бірінші осы салатты жасарымыз анық. Себебі бұл салатқа кететін көкөністердің барлығы ең бірінші көктемде күн жылғанда бірінші пісетін көкөністерден жасалынады. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен қиярымызды тазалап жуып аламыз. Мен бұл жерде 3 дана қиярды пайдаландым. Егер сіздерде отбасы мүшелеріңіз көбірек болса, сіздер өзіңіздің қажетті мөлшеріңізді алып турай берсеңіз болады. Келесі кезекте осындай редиска дейміз ғой, редисканы оны да тазалап жуып, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Егер көлемін қияр сияқты турағыңыз келсе, олай да турауға болады. Дәл осы салатты мен ең сүйікті сүйіп жейтін салаттарымның бірі деп айта аламын. Себебі біз көп салаттарды майонез қосып немесе майды қыздырып құйып жатамыз ғой. Сол кезде біз ол салаттардың майлығына тойып қаламыз. Ал бұл салатты жалықпай қанша жесеңіз де тоймай, тәбетіңіз ашылып жей бересіз. Сондықтан қазір көбісі ПП диета, яғни дұрыс тамақтану диетасын ұсынып жүргендер осы салатты жасап кез келген уақытта тіске басар ретінде жей беруге болады. Ешқандай артық калория болмайды. Және де жаңадан қосылған оқырмандарым болып жатса, менің каналыма көріп кез келген рецепттерді қарасаңыздар болады. Барлығы оригинал рецепттер, және де алдағы уақытта да бұнымен тоқтамай оригинал тегін мастер-класс видео рецепттерді салып отыратын боламын. Сондықтан сізге жаңа рецепттерімді өткізіп алмас үшін каналыма подписаться батырмасын басып, все дегеннен таңдап тіркеліп алсаңыз болады. Келесі кезекте салатымызға көк пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Және аскөкті турап салатын боламыз. Мендегі пайдаланып жатқан аскөк менің тоңазтқышқа қатырылған аскөк болады. Бұдан басқа кез келген өзіңізге ұнайтын зеленді қоссаңыз болады. Дәл осы салатқа мен қолдың айранын қосып жатырмын. Өте дәмді шығады. Негізі магазиннің айраны болады. Кейбір кісілерден көрдім, ол жерде йогурт қосып жатады екен, бірақ мен йогуртпен қышқыл редисканың, пияздың дәмі үйлеспейтін сияқты. Сондықтан айран қосқандарыңыз өте күшті шығады дәмі. Дәміне қарай тұзыңызды салып, жақсылап араластырып дастарханыңызға ұсына бересіз. Байқасаңыздар, құрамына да ешқандай бір артық зат қосылмайды, және де қолжетімді. Кейбір жерлерде, ауылды жерлерде есігіңіздің алдында өсіп тұрған көкөністердің бірі, және де өте дәмді, жасалу жолы да өте тез. Сондықтан осы рецептпен сізде өз үйіңізде, өз дастарханыңызға жасап ұсынуға кеңес беремін, және өте пайдалы. Алдағы уақытта да менің каналымдағы рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алың, және де менің де еңбегімді бағалап, жай ғана қазақша контенттің дамуына кішкене ғана өз үлесіңізді қосып, комментарий бөліміне өз ойыңызды немесе менен күтетін рецепт жаза кетсеңіз, алдағы уақытта ескеріп салатын боламын. Назарыңызға көп рахмет.